қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқан екен. Халқымыз жүріп өткен ұзақ жолдың шежірелі күндерін, ата жанына тоқыған талай тағылымды істерді болашақ ұрпақ санасына сіңіру, ұлтшылдыққа тәрбиелеп өлкенін оқыған азаматтарын еске алып насихаттау, қастерлеу дәстүрімізге айналған. Қазақ тарихының белесті асуларының бірі алаш қозғалысы. Бүкіл қазақ даласын азаттық идеясына жұмылдырған. Бұл ұлы қозғалыстың тарихы мен тағылымы уақыт өткен сайын айқындалып келеді. Алаш қайраткерлері ұлтты ұлт ететін талай шаруаны бастағаны, жолға салғаны белгілі. Бүгінгі егемендігіміздің, тәуелсіздігіміздің тарихында алаш атын аспандатқан арыстарымыздың үлесі орасан және дәлелдеуді қажет етпейтіні ақиқат. Олар келер ұрпаққа қиыннан қиып жол салып, еркіндіктің отын өшпестей етіп тұтатып кетті. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің іргетасы бастауы осы алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Жаһанша Досмағамбетов, Қалел Досмағамбетов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев тағы басқалар еді. Ақ тумен көтерген тегеурінге бергісіз батыл, мемлекетшіл және отандық идеясы болатын алаш қайраткерлері атқарған тарихи міндеттің зор маңызы осында. Алаштың аңсаған арманы өздерінің алдарына қойған негізінен үлкен мақсаты болды. Ол мақсат қазақтың мемлекеттілік құрылымын құру болды. Яғни қазақтың мемлекеттік құрылымы қандай түрде болу керек деген мәселе 1917 жылы жаңа патша тақтан құлағаннан кейін қазақ зиялыларының көкейтесті ірі мәселелерінің ең алғашқысы да бірі де бірегейі болды деп біз айтуымызға болады. Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы бірнеше ғасырлар бойы қалыптасып отыратын нәрсе. Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы ұлттық қажеттіліктердің негізінде туындайтын. Білім болса, ұлттық идеяның білімін қалыптастыратын нағыз зиялылар. Қазақстандағы ұлттық идея қазақтармен бірге дүниеге келді. Әрі тарих сахнасында да қазақтармен қол ұстаса көтерілді. Ұлттық сана сезімнің қалыптасу деңгейіне байланысты. Жалпы ұлттық сана төмен болса, халықтық қасиетінен айырылады. Мұндай кезде ұлттық мүдде жеке басының пайдасының құрбаны болады. Мұратсыз ұлт болып қалыптасу да, сақталып қалу да мүмкін емес. Алаш идеясын көтеріп, алаш үкіметін құруды жоспарлаған алаш ордашылардың да негізгі мақсаты осы ұлт жоспар еді. Осы алаш автономиясы қандай жолмен құрылмақ? Оның мемлекеттік формасы, басқару жүйесі қандай болмақ деген мәселе бүкіл облыстарда өткен қазақ съездерінде талқыланды. Және бұл съездер бүкіл Қазақстанның территориясында 68 облыс орталықтарында қазақ съездер өткен. Енді сол қазақ съездерінің жиынтығы ретінде 1917 жылы шілде айында Орынбор қаласында жаңа алаш партиясын құру туралы мәселе көтеріледі. Міне осы мәселе көтерілгенге дейін біздің осы Орал қаласында Орал қазақтарының бірінші съезі болды. Осы тұста қазақ даласында да алаш ұранын көтеріп, қазақ баласын азаттыққа бастаған бір шоғыр қазақ қайраткерлерінің ой пікірі мен іс әрекеті жарқырап көрінді. Бұл кез алаш ардагерлерінің айтуынша қазақтың бар болуы немесе жоқ болуы мәселесі таразға тартылған кез еді. Олай болатыны бұл шақта қазақ халқы толықтай патшалық Ресейдің басыбайлы боданына айналған еді. Қазақ даласындағы хандық билік ыдыраған, билер институтының қадірі кетіп, орыс сотына қараған, дәстүрлі тіршілік қалпы мен өмір салты елеулі өзгеріске ұшыраған, ұлттық рух бәсеңдеген шақ еді. Алашорда қозғалысы мен алаш идеясының пайда болуына тікелей осаталған тарихи жағдайлар себеп болды. Қазақтың алғашқы оқығандары қазақтың жеке өз алдына ел болып, дамыған елдермен терезесі теңестіре алатындай жағдайға қол жеткізуін көкседі. Ең алдымен қазақ баласының бір-бірімен пікір алмасуын қамтамасыз ету үшін мерзімді баспасөз құралдарын шығарды. Қазақтың тұңғыш журналы Айқап пен Қазақ газеті ұлттың көзі һәм құлағы үніне айналды. Бұлардың ұлттық сананы оятудағы маңызы орасан зор болды. Кішкентай жылғадан басталған бұл әрекет ұлғайып, арналанып, зор халықты қозғалысқа ұласты. 17 жылы 19-22 сәуірде осы съезде қаралған ең басты мәселе съездің бірінші күні мемлекеттілік құрылым туралы мәселе болды. Себебі қандай мемлекетті құрамыз және мемлекетті басқару жүйесі қандай болу керек деген мәселе көтеріледі. Міне осы мемлекетті басқару жөнінде баяндаманы жасаған Қалел Досмағамбетов. Енді осы кезде жаңа алаштың осы өзіміздің Орал қаласында алаш зиялылары келген тоқтамы әуелі қазақ комитетін құру керек дейді.
Бұл комитетке 20 адамның тізімі беріледі. Сол 20 адамға тапсырма беріледі. Олар біздің облыстың түкпір-түкпіріне, ауылдық жерлерге барып, халыққа болып жатқан саяси мәселені түсіндіру керек болады. Міне осы жұмыста, осындай жұмыстың басталуының өзі сол алаш зиялыларының алғашқы мемлекеттік құрылымды құруға деген ізгі істері деп біз білуіміз керек. Алаш қайраткерлері қазақ халқын азат ел ету бағытындағы мақсатты ойларын 5 тұғырға негіздеді. Солардың ішінде ең бір маңызды тұғырының бірі қазақ тілінің мәселесі болатын. Бұлай болатыны Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен айтқанда, тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Ұлттың ұлы ұстазы Ахан бұл бағытта бос үгіт насихатқа салынбай, нақты іске кірісіп, қазақ жоғының орнын толтыруға білек сыбанып кірісті. Қазақты біртұтас ел деп тансақ, алаш идеясын біртұтас қазақ идеясы деп мойындауымыз қажет. Алаш идеясына деген адалдық пен сенім бізден соны талап етеді. Ал қазақ үшін алаш идеясынан, оның 5 ұлы идеясынан артық мүдде болуы тиіс емес. Ол идея бүгінде өзінің мүдделі мақсатын жойған жоқ. Ол идеялар мыналар. Бірінші, жер мәселесі. Жерсіз отан жоқ. Әлихан Бөкейхановтың ұйғарымы бойынша қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп, толық игермейінше жер жеке меншікке де, қоныстанушыларға да берілмейді. Екінші, жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы барлық игілік қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. Әлихан Бөкейхановтың айтуынша, оның әрбір түйір тасы қазақтың өнеріне түйме болып қадалу керек болатын. Үшінші, Әлихан Бөкейхановтың жобасы бойынша қазақтың жерінде өндірілген бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқым болып киілуі керек. Яғни толықтай экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге ұмтылуы тиіс еді. Төртінші, қазақ мемлекетінде мемлекет құрушы ұлттың тіл, дін үстемдігі болу керек. Бесінші, түпкі мақсат ғылымға, ұлттық салт дәстүрге негізделген заңға сүйене отырып ұлттық демократиялық мемлекет құру еді. 1919 жылы жалпы қазақтық екінші съезд болады. Бұл да Орынбор қаласында болды, бұл желтоқсан айында болады. Осы екінші жалпы қазақ съезінде негізгі қаралған мәселе сол қазақтың мемлекеттік басқару жүйесі. Сол кезде мына батыс өлкенің зиялылары, біздің мына Бөкей ордасының зиялылары, Орал қазақтарынан сайланып барған делегаттар, сонда үлкен мәселе көтеріледі. Бұл мәселе ең бірінші рет қазақтың автономиялық мемлекетін құру керек дейді. Және осы жөнінде Жаһанша Досмұхамедов баяндама жасайды. Жаһанша Досмұхамедовтың ұсынған ұсынысы қазақ автономиясын бірден жариялау керек дейді. Қазір жарияламасақ, біздер уақыттан ұтылып қаламыз дейді. Бұл жөнінде Мартыненконың жаңа Алашорда деп аталатын сборнигінде съездің материалдары толық берілген. Осы алаш автономиясы дереу жариялау керек деген мәселе жалпы қазақ съезінде 3 күн бойына талқыланады. Үлкен пікір талас болады. Көпшілігі бұны қолдамайды. Соның ішінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтар бастаған топта қазірге алаштың автономиясын жариялауға біріншіден әзірлік төмен дейді. Екіншіден халықтың барлығы бұл жөнінде толық мәлімет алған жоқ дейді. Үшіншіден қазақ жерінде тек қана қазақтан басқа бөтен ұлт өкілдері бар. Олардың көзқарасының саяси мәнін, мағынасын біздер қазір білмейміз дейді. Сондықтан да автономияны әзірше жариялау дұрыс емес. Бұны кейінгі қалдырып тоқтата тұру керек деген мәселе көтеріледі. Осы кезде съезге қатысып отырған Мұстафа Шоқай Түркістан автономиясының құрылғандығы жөнінде мәлімет береді. Олай болатын болса дейді, осы съезде жалпы қазақ зиялылар айтады, енді біздер жалпы осы Түркістан автономиясы біздің мына қазақ құрып отырған автономияның құрамына кіретін бе, жоқ па, сол мәселені талқылайық дейді. Бұған оны талқылап, бір-біріне түсіндіру мақсатында саяси жағдайды толық ұғыну үшін 1 айдай уақыт беріледі дейді. 1 айдан кейін, егерде Түркістан автономиясы
бұл автономияға қосылмайтын болған жағдайда онда автономия жарияланады деген шешімге келеді. Бірақ жалпы қазақтық екінші съезде жаңа автономиялы мемлекеттің құрылымы жарияланбайды. Бірақ Алашорда деп аталатын ұлттық кеңес үкіметі құрылады, оның 25 адамнан тұратын құрамы белгіленеді. Ғұмар Қараштың неден қорқам өлеңіндегі әрбір жолдар қазан төңкерісінен кейінгі кезең шындығын тануда айрықша болып табылады. Аждаһа алты басты жаудан қорқам, бүлдірген ел арасын даудан қорқам, күлімдеп күріп ішкі сырындалып құрылған аяғасы аудан қорқам, асығыс істей салған істен қорқам, қандары тасқан қара күштен қорқам, дос болып бірге жүріп қастық етіп тысына қайшы келген іштен қорқам деп ақын үрейі жаңа саясаттағы талай қиянаттар мен зобалаңдарды ұғына түсуімізге мүмкіндік берді. Қазақ зиялыларының алға қойған ұлы мақсаты мына 20 ғасырдың басында сол қазақтың өзінің жеке мемлекеттік құрылымын құру керек деген мәселе көтеріледі. Бұл сол кездегі қазақ зиялыларының, мен ойлаймын, үлкен көрегенділік саясаты болды. Неге десеңіз, қазақ халқы 200 жылдан астам Ресей патша үкіметінің қол астында келді. Өзінің мемлекеттік басқару жүйесі түгіл қазақтың жері, ұланғайыр жері орыс патша үкіметінің меншігі деп жарияланған болатынды. Міне енді сол жерлерді қайтару мәселесі, халықты саяси жағынан сауаттандыру мәселесі, сосын елдің мемлекеттілік құрылымын жариялау мәселесін ғасыр басында қолға алған осындай үлкен бұл маңызды саяси ірі мәселе болды деп айтуымызға болады. Тарихшы Мәмбет Қойгелдиев Алаш идеясының түпкі маңызын былай ашып көрсетеді. Алаш тәжірибесі нені көрсетті? Біріншіден, Алаш идеясы бұл белгілі бір топтың еркімен өмірге келген жобасында. Сондықтан да бұл өткінші құбылыс емес. Ол ұлтпен бірге өмір сүретін, ұлт өмірінен тамыр алған құндылықтар жиынтығы, ұлттың өмір сүру концепциясы. Алаш идеясын өмірден біржола ығыстыруға көп күш жұмсаған большевиктер құрған билік өмірден кете салысымен Алаш идеясының қайта жаңғыруы, қайта күш алуы оның өміршеңдік сипатын айғақтайды. Алаш идеясының өзегі ұлттық мемлекеттік. Құрметті Әлекен Әлихан Бөкейханов айтқандай, мемлекеттігі жоқ халық жетім халық. Кез келген болашағынан үміті бар ұлт үшін мемлекеттік негізі құндылық. Міне осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасы Алаш идеясының өмірлік шындыққа айналуының көрінісі ретінде бағалануы әбден орында. Алаш зиялыларының армандары өте көп болды деп мен айта алар едім. Ол мемлекеттік құрылымы қандай жолмен даму керек деген мәселе көтерілді. Сол кезде екі түрлі бағытты ұсынған. Бұл негізінен Әлихан Бөкейхановтың еңбектерінде де кездеседі. Мұхамбетжан Тынышпаевтың еңбектерінде де кездеседі. Бұл қазақ мемлекеттілігі жөніндегі көзқарас Халел Досмұхамедовтың, Шаханша Досмұхамедовтың еңбектерінде көптеп кездеседі. Қандай үлгіні таңдау керек? Американдық үлгі ме, я болмаса жапондық үлгі ме? Міне осы жерде мен осы жақында мына башқұрттың көсемі Валидидің шығармасын оқыдым. Сонда айтады, осы мәселе жөнінде негізінен Алаш зиялыларының сол 20 ғасырдың басында ұстанған бағыты жапондық бағыт деп алу керек деген мәселе көтерілді дейді. Себебі бұл қанша дегенменде Азия. Біз бәріміз азиатпыз. Олай болатын болса үлкен осы Азия түркістандық бағыттағы мемлекеттік құрылым болуға тиісті деген мәселе талқыланды дейді. Енді бұл жерде егерде сондай мәселе көтеріліп, осындай бағытта болатын болса, мен қазір енді 21 ғасыр көптеген Алаш зиялыларының еңбектері қазір қайтадан жарық көріп жатыр. Көптеген ғалымдардың болжаулары, қазір зерттеулері ғылыми айналымға түсіліп жатыр. Сонда мен ойлаймын, бұлардың саясаты үлкен көрегенділік саясат болды. Неге десеңіз, жалпы ғылымның, ілімнің даму бастауы қиыр шығыс елдерінен болды. Енді қазіргі жағдайда Жапонияң да, Қытайың да әлемдегі бірінші алдыңғы орындарды алатын мемлекет.
бірі халық санымен алдыңғы қатарда болса, екіншісі мына ғылыми жетістіктерменен алдыңғы қатарлы орында. Сонда біздің алаш зиялыларының жаңа шығыстық бағытта алу керек деген мәселесі мемлекеттік басқару жүйесінде бұл үлкен ірі көрегенділік саясат болып тұр. Алаш идеясы қазақ идеясы. Демек, керек емес ағаш, ұранымыз алаш дейтін біз үшін ол әрқашан қазақ идеологиясының темірқазығы болып келді. Бола да береді. Ұлтсыздандыру саясатын жалаулатқан кеңес үкіметі жалпы алаш атауын құртып, жою үшін барлық амал-айланы қолданып баққаны содан болса керек. Осы мақсат үшін өздері ойлап тапқан тап күресін ғажап пайдаланды. Ел ішін екіге бөліп қақ жарды. Тыныш жатқан жұрттың басына әңгір таяқ орнатты. Бұрын саяси астыртын күреске көп араласа қоймаған, оның қитұртқа әдістерінен хабары шамалы, аңғал жандар алдын ала құрылған осындай арнайы тұзаққа оп-оңай топырлап түсіп жатты. Халық алдында беделі бар, оны соңынан ертіп сөзін өткізе алатын оқыған білімді азаматтарға ұлтшылдық деген пәле жабылды, атылып шабылды. Мәселен, алаш ісі бойынша қозғалыс бастаушылар деп танылған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Халел Ғаббасов, Мағжан Жұмабаев және басқаларының көздері құртылды. Алайда репрессия науқаны толастамады. Соның ішінде Мағжан Жұмабаев туралы Зейнеп Ахметова былай деп естелік айтты. Мен атаның өз аузынан естігенім, содан кейін сол атаның сол айтқан әңгімесін сөзбе-сөз өзімнің бабалар аманаты дейтін кітабыма енгіздім. Ол бір, екіншіден атаның ана 30 томдығында Мағжан атаны қалай көрген туралы өз аузымен жазатындай естелігі бар. Ал менің өз құлағыммен естіп, күнделігіме түсірген әңгімем, ата мынау әскери академияны бітіргеннен кейін Красноярск өлкесіне сол жаққа қызметке, әскери қызметке жіберіледі. Сол жерде 53-ші жылдың қысынан 53-ші жылдың басына дейін сол жақта болады, 3 жылдай. Сол кезде жаңағы әскери әртүрлі жұмыстармен жүргенде, тайга ғой ол жақ. Сол келе жатса орманның ішінде от жағып, отқа жылынып отырған бір топ адамдарды көреді. Қастарына былай жақындап қарағанда ата айтады, енді жаңағы тұтқындағы түрмедегі адамдар екені білдім дейді. Енді солардан 10 метрдей қашықтықта жалғыз өзі отқа жылынып отырған бір адамды байқайды. Басында жаңа әбден көне тозып кеткен, түгінің бәрі түсіп сөйткен түлкі тымағы бар дейді басында. Қазақ екенін біледі да, жүрегі солай қарай бұрып, жаңағы қасына барады. Барып ассалаумағалейкум деп амандастым дейді, бірақ қарамай қойды дейді. Тек төмен қарап отты шұқылаған күйде ернің ғана жыбырлатты дейді. Соны ата айтады, білмеймін дейді, қандай құдіреттің, қандай бір тылсым күштің маған әсер берген, сол жерде Мағжанның 2 шумақ өлеңін оқып жібердім дейді, жатқа. Сонда бүйтіп қарап, менің қасыма жақындамашы, бәлем жұғып кетеді ғой деп айтты дейді. Содан бәрібір жаңағы ата сөзге тартып сөйткенде айтыпты, егер маған жаның ашса, менің елге кетуіме көмектес деп. Содан кейін ата уәде беріпті, мен 10 күннен кейін келем. Өйткені ол әскери адам, өз билігі өзінде емес. 10 күннен кейін мен келем, сізбенен кең әңгімелесем, қайсем де сізді елге қайтаруға көп күш салам деп сөйтеді. Содан ата 10 күн емес, 1 айдан кейін келеді. Өйткені әскери тапсырмалар жаңағы жаттықтыру, не жұмыспенен басқа жаққа кетеді да. Өйткені ол кісінің де бастығы бар ғой. Сөйтіп 1 айдан кейін келгенде жаңағы таба алмайды ол кісіні. Алдында оны қайдан табу керек екенін, қай түрмеде не екенін, қай лагерде екенін біліп алған ғой. Сол жерге барғанда ата айтады, ұмытпасам, сол шала татар ма, не ма, бірақ әйтеуір мұсылман адам екені белгілі, сол айтты дейді, сал айдап суға кетіп өлді деп айтты дейді. Сонда атаның жаңағы несінде мынандай өлең бар. Өмірде 70 жасқа ақын жеткен, өмірі азаппенен тозақты өткен. Өлмеймін, менікі де өлмейді деп, сал айдап енесейді суға кеткен дейді. Мінекей, осы менің естігенім, менің білгенім сол. Ал енді ата
өтірік айтады, ата жалған айтады деп ол мүмкін емес. Өйткені өзінің шығармаларында да осыны айтты, осыны берді. Алаш туасында күн сөнгенше сөнбейтін аяулы тұлғалар алаш зиялылар еді. Әр халықтың тарихында есімі мәңгі өшпестей ел жадында сақталатын тарихи тұлғалар болады. Сондай біртуар тұлғалар халқының аяулы перзенттері бізде де баршылық. Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, дәрігер, ұстаз, ғалым, тарихшы, табиғаттанушы, әдебиеттанушы, ауыз әдебиетінің сирек үлгілерін жинап насихаттаушы Алаш партиясын құрушылардың бірі Халел Досмұхамбетов. Жалпы алаш қозғалысы кезінде күллі Қазақстан атсалысты. Соның ішінде Күнбатыс Алашорда мекені атанған Жымпитының қосқан үлесі зор. Ал неге алашордашылар Жымпитыны таңдады деген сұраққа алаштанушы ғалым былай деп жауап берді. Бұл жөнінде кімнің Мартыненконың жаңа зерттеу еңбектерінде бар. Сосын деген Жаһанша Досмұхамбетовтың баяндау хаты бар. Міне сонда Жымпитыны таңдап алған себебі бұл 9 жылдың торабы. Жан жаққа қарым қатынас жасауға болады деп есептелінген. Сосын біріншіден, екіншіден бұл қазақтың қалың ордасы. Қазақ халқына, яғни сенуге болады. Өйткені ол өзінің зиялыларының ұсынып отырған саясатын қалың қазақ халқы қолдайды деп түсінген. Енді үшінші себебі, мына Орал қаласында сол кезде бірден 2 үкімет өмір сүріп тұрды. Бірі Орал әскери казачество үкіметі, екіншісі революциялық комитет Ревком. Міне бұлар бір-біріменен қырғи қабақ саясат ұстанды. Енді 1918 жылы 26 наурыздан 27-сіне қараған түні орыс жаңағы әскери казачество үкіметі Ревкомды құлатып, оның бүкіл мүшелерін тұтқынға алады. Кезінде алаш үкіметінің жұмысының жандануына атсалысқан Досмұхамбетовтардың штабы бүгінде мұражайға айналды. Кезінде бұл жерде алаш үкіметіне қатысты идеялар талқыланып, жиындар мен құрылтайлар өтетін болған. Бұл мұражайды жинақтау ісінде осы мұражай меңгерушісі мен алаштанушы ғалым Нәметкен Сүлейменованың еңбегі зор. Бұл жерде келер ұрпаққа құнды мәлімет делінетін біраз жәдігер сақталынған. Кезінде ұлтшыл деп атылып кеткен бабаларын бүгінгі ұрпақ ақтап алып отыр. Тіпті бұл мұражайда сол бір жылдардағы көлеңкелі істерді бейнелейтін де арнайы бөлме бар. Мысалы, осы бөлмені әдейі жасақтап қойған. Ондағы мақсат жас ұрпақ тарихтың ақтаңдақ беттерін толық таныса деген ой. Бұл ғимараттың өзінен бастау алатын тұнып тұрған тарих деп айтуымызға болады. Жалпы қазіргі таңда көп адамдардың айтуымен Алаш музейі аталып кеткен ғимарат кезіндегі Тараканов деген орыс көпесінің үйі болатын. Болған жалпы Сырым аудандық Сырымда аталатындағы тарихи өлкетану музейінің астында жұмыс жасап отырмыз. Бұл музей Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінің филиалы болып табылады. Ал бұл ғимараттағы экспозиция тұрған жәдігерлердің тұрған залдарымыз алаш қайраткерлеріне арналған музейдің 4 залы жабдықталған. Бұл залдардың жабдықталу себебінің өзі осыдан бірнеше жыл бұрын, 3-4 жыл бұрын Жаһанша Досмұхамбеттің 125 жылдығының қарсаңында қалыпқа келтірілген болатын. Алғашқы кездері 2004 жылдары аудандық тарихи өлкетану музейі құрылған кезде бұнда сырым залдары орналасқан болатын. Жалпы үйдің өзі көне үй. Тәуелсіздіктің басты сипаты мемлекеттік істердің ұлттық мүдде тұрғысынан шешілуі. Өз жерінің қазба байлығын халық игілігіне жаратуы десек, осынау кемелдікке жетудің жолдарына қатысты ғасыр басындағы ғұмар келелі ойлар түйеді. Өз жерінен шыққан кенді өзі алғанын, әдемілеп, айқыш-ұйқыш жол салғанын, Еуропаның өнерінен үлгі алғанын тірлікте көзімізбен көреміз бе? Алаш атты орда құрып шалқығанын, бақ-дәулет туып өсіп балқығанын, әрбір істе қазақ иісі аңқығанын тірлікте көзімізбен көреміз бе деп жырлаған Омар Қараштың бұл арманы бүгінде орындалды ма? Толық орындалды деуге келмес, алайда бүгінде тәуелсіз Қазақстанның гүлденіп, көркейіп келе жатқаны жанға жылу сыйлайды. Мен айтар едім, жалпы алаш ардагерлерінің, алаш зиялыларының 20 ғасырдың басындағы жаңа мемлекеттік құрылымда олардың ең бірінші алға қойған мәселесі жерді қайтару болды. Қазақтың жерін қазақ халқына қайтару. Себебі бұл жер бұрын көпшілігі орыс патша үкіметінің қоластына кетті де, сосын ылғи орыстар басып алды бұл жерлерді. Мысалы, бір ғана біздің осы Орал облысын алатын болсақ,
Орал облысында қазақтар жаңа сусыз жерлерге ығыстырылды да бүкіл жайықтың бойының бәрі жаңағы казактардың хуторларына, солардың станицаларына бөлініп кетті. Енді бірінші мінекей бұлардың қойылған мәселесі жерді қайтару. Енді қазіргі кезбен салыстыратын болсақ, Қазақстан жері өзінде бір тұтас іргелі мемлекеттік құрылымға қол жеткізді. Олай болатын болса, алаш қайраткерлерінің бір арманы орындалды деп түсінуіміз керек жер мәселесінде. Екінші, алаш зиялыларының ұстанған мақсаты жаңа халықты білім алуға жұмылдыру болды. Халықтың сауатын ашу болды. Бүгінде бұл мәселе Қазақстан бойынша, мен ойлаймын, үлкен жетістіктерге қолы жетті. Мысалы, қазір мен осы сөйлеп отырған, мен колхозшының жанұясынан шыққан адаммын. Менің әкем тек қана 4 класстық білімі бар. Анамның 4 класстық білімі бар. Енді қазіргі жағдайда біздер мінекей өзіміз ұлағатты ұстаз болып отырмыз. Осы біздің қазіргі мемлекетіміздің үлкен білім саласындағы жетістігі деп білуіміз керек. Енді бұл алаштың тағы бір арманы орындалды дейміз. Енді алаштың негізгі жаңағы мақсаты елде тұрақтылық, халықтардың арасында бірлік, ұлт наразылығын болдырмау мәселесі болды. Бұл да бүгінгі тәуелсіз мемлекетімізде бұл орындалып отыр. Қазір біздің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңағы бір ел, бір саясат, бір халық деп атауы бұл орындалған алаштың арманы. Кезінде алаш қозғалысына қатысты жұмыстар басқа аймақтарда саябырлап тұрған мезетте де Жымпиты қазіргі Сырым ауданындағы алаш қозғалысына қатысты жұмыстар тоқтамай үлкен белсенділікпен жүргізілген дейді тарихшы Дәметкен Сүлейменова. Бүгінде бұл өлке көркейген, дамыған. Бүгінгі күнге дейін Сырым ауданын Алашорда үкіметінің бастауы іспеттес қарайды. Белгілі ақын Қадыр Мырза әлі де бұл жерде ұрандасқан, айқайласқан, бұл жерге жау аяғын байқай басқан, ерліктің етегінен ұстап тұрып, еркіндік осы жерден тәйтей басқан деп жырлағаны тектен тек емес. Алашордашылар армандаған тәуелсіздікке ұрпағы қол жеткізді. Ендеше тәуелсіздігіміз баянды болсын.